Адам болып туу анадан, хайуан болып кетүү өзүңнөн дейді. Яғни адам болуу бул байлыктан бийик нерсе да. Жакшылыкты үнсүз жаса дейт. Жамандык өзүнөн өзү көрүнөт. Сабыр сактаган адам эч качан отолмой дагы. Сабыр төбө сары алтын дейт казакта. Алланын барын унутпа, адамды жоготпа деп отурат әжем. Яғни мен ес билгелі нағашы әжем ғана болады. Өйткені өзімнің әжем, нағашы атам, өз аталарым барлығы мен кішкентай кезде қайтыс болып кеткен. Бұл әжем үлкенге құрмет, кішіге ізет, бұл өмірдің кілті деп отырады. Ең бастысы ниетің түзе. Ниет түзелсе, несібеңде түзеледі. Тіліңде емес, жүрегіңде таза ұста дейді. Яғни жүрек таза болса, ой таза болады. Таза ойдан жақсы сөз шығады екен. Одан кейін адамның екі көз алдында орналасқан, ал құлағы арт жақта орналасқан. Демек, құлақпен естіген нәрсе емес, көзбен көрген нәрсені айтқанда абзал. Себебі өтірік пен шынның арасы 4 ақ әлі деген. Ол қалай деген кезде құлақ пен көздің ортасын көрсеткен. Құлақпен естіген нәрсе жалған болуы мүмкін, ал көзбен көрген нәрсе ақиқат. Сондықтан ақиқатты сөйлеп, ой өлегінен өткізіп, жақсы сөз сөйлеп жүргенге не жетсін. Әжелеріміз, көнегөз, қарияларымыз аман болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.